Таңғы жұмсақ жарық Тарбағатайдың жіңішке қырларын нұрландырып тұр. Даланың ортасындағы жалғыз ескі үйде қарт шопан Аташақ өмір сүретін, ақсақалды қарт аяғына сүйеніп, жайылып жүрген қойларын бағып жүреді. Тыныш төбелер оның өміріне серік, күн еңкейгенде, тау етегіндегі тылсым көлдің үстінен көгілдір жарық көтеріледі. Жұрт оны Атакөл деп атайды. Аташақ көл жиегіне келіп, тізерлей отырады. Саусағы суға тигенде көкшіл нұр күшейеді. Қарт бұл құбылысты жылдар бойы көрсе де, әр жолы таңданады, қыс қатты түсті. Боран әлсіреген мал, уайымға толы ауыл. Биылғы қыс ерекше ауыр еді. Боранды түнде жас жігіт соқпақ жолмен тауға қарай шығады. Мақсаты Атакөлге жетіп, ауылды аман алып қалу. Жас жігіт қалжырап Аташақтың үйіне жетеді. Қарт оны ішке кіргізіп, от жағып, жылы шай береді. Жігіттің жайын тыңдап, ойға қалады. Ертесінде екеуі Атакөлге келеді. Қарт тізерлеп, алақанын суға малып аспанға көтереді. Сол сәт көгілдір сәуле көтеріліп, айналаны нұрға толтырады. Жас жігіт үнсіз құрметпен тұр. Көлден көк әрі алтын түсті жарық аспанға бағытталып, тау мен даланы жарқыратты. Мұндай құбылыс бұрын болмаған. Келесі күндері боран басылып, қар еріп, көктем ерте келді. Мал сергіп, ауылға үміт оралды. Ауыл адамдары Атакөлге жиналып, қартқа алғыс айтты. Бірі көл жағасына Атакөл деген белгі қойды. Аташақ күн батқанда Тарбағатай тізбегіне ұзақ қарап отырады. Бұл жер ата-бабаның аманаты. Таң атқанда тау үстінен алтын көкшіл жарық көтеріліп, көл нұрға оранады. Атакөл халық жүрегінде мәңгі қасиетті мекен болып қалды.